Мен қазақ халқының төл тәрбиесі мен тілі, діні жайлы, және де ең басты құндылық адами тәрбиені қамтитын ғибратты әңгімелерден тұратын арна аштым. Түк пайдасы жоқ ессіз ләззатпен және де басқа да бізге жат қылықтарды насихаттайтын видеолар мен аудио кітаптарды тыңдағанша осы каналға тіркеліп ұлттың дамуына, тәрбиесіне үлес қосатын контентті қолдайық. Ғибратты әңгімелерді тыңдасаңыз ол да білімнің бір бөлігі. Менің каналымнан адамға ой салар, өмірлік мәні бар, тыңдауға тұрарлық, өнегелі оқиғаларды таба аласыздар. Ажыраспаудың амалы кімнің қолында? Бүгінде ажырасу көп. Неге? Егде жастағылардың ажырасудағы сылтауы жас отаудағы шикі өкпелерден бөлекше. Жас отаудың іргесінің бұзылуына ата мен ененің де кінәсі бар деп есептеймін. Сүйіп қосылған екі жастың сыртқы тереге екеуінің атасы мен енесі және жақын туыстары. Ажырасуға қосымша себептерге қайын сіңлі мен қайын әпкелер де үлесті. Өздерінің жеке отбасы бар, басқа жақтағы туыстар екі жастың есіне жанашырлықпен қатысып жүріп, ең соңында жарықшақты үлкейтіп тынады. Ақырында жетілген эгоизм шарықтау шегіне жеткен кезде жас отау бүлінеді. Сәбилер жетемекке айналады. Бәрінен де қиыны осындай тәрі жетімдердің мәселесі. Жетімдерді көбейту мемлекетке де артық салмақ, отбасындағы ата мен ененің жанды жарасы. Ажырасқан ері мен әйелі екі түрлі жағдайда бастан өткереді. Біреуі мұңлы болса, екіншісі қамсыз өмірге ену. Аурушаң сәби мен жас келіншегін тастап қойып та шаттыққа бөленіп жүрген санасыздар бар. Тіпті заңды алиментін төлеуге ұяты жетпей қашып жүрген жігіт сымақтар қаншама. Екінші жақтан көкдолы әйелден запыс болған еркек кіндіктілер де жеткілікті. Байырғы замандағыдай қалың малмен зорлап қосылған жастар бүгінде кездеспес сәрі. Отаулардың дені өзара сүйіспеншілік негізінде тігіліп жатыр. Былайша айтқанда, таза махаббатқа құрылған отбасы айналаны түгел сүйіндіруде. Алайда күйінуде артынан жедел жететіні жаман. Осы пәлені отбасына жолатпаудың амалы бар ма? Кеселерге тән сүйіну мен күйіну егіз десекені рас десек те, жас отауды бүтін сақтауға жасы үлкен туыстар қоса міндетті. Қамқорлық пен талап болса, жас отаудың босағасы бекиді. Әйтпесе, үйреншікті түрдегі өздері білет, өзім білемін зорлығына ауысып кетіп бүтінді бытшыт етіп өкіндірері хақ. Келін долы болса, оны долдандырмай ұстаудың кілті ата мен ененің қолындағы ақсандықта. Жас күйеу долы әйелді бағындыруға психологиялық түрде дайын емес. Тегінде долы әйелді күшпен емес, ақылмен ұстау оңай. Ал жігіттің жаман мінездісі жақсыға айналу үшін оның өз әйелі өте сабырлы болсын. Сабырлы әйел қашанда ұтады. Орта жолдан кезігіп, оның күйеуіне көз салған, жеңіл мінезді әйелдердің қаншалықты көп екеніне өзі куә бола жүріп, жеңісті қолдан бермеуі келіншектің асқан ерлігі. Жас отаудың іргесін шайқалтуға жібермейтін батыр ене осындай болар. Сабырлы әйелдің өзі ене жасына жеткенде жас келіндеріне таптырмастай қамқоршы боп шығады. Бұндай үйдің келіндері бақытты. Келіннің момынында, шайпауында шайқалтпай ұстайтын сабырлы ене келін тәрбиесіндегі тізгенді өз қолында ұстау керек деп ойлаймын. Қытымыр әрі шайпау мінезді енені келіндері сыйламайды. Байсалды бәйбіше келіндерінің сырласы әрі арқа сүйір жанашыры болады. Жас келіннің көзінше шалымен шайқасып жатқан ене дұрыс өнеге бермейді. Сол секілді дүние қор ата ене де келін үшін нағыз зор. Ең жаманы қызғаншақ қайын сіңлілер мен қайын әпкелер. Төркініне тасып жатыр деген амалмен келінді жабыла ұратын қайын сіңлілер мен енелерді көргенде жаның түршігеді. Күйеуімен тату тұрған келіншекке маза бермес қыз қырқынның төркінге жақын тұрғаны жоқтан тозақ тудырады. Иә, жетім балалардың көбеюі тек ерлі зайыптыларға байланысты емес. Ата мен ененің кесілі кейпіне тәуелді іс бұл. Басқаша айтқанда тұтас әулеттің оң теріс әсері ылғи да болады. Соның ішінде әрине ата мен ененің орны бөлек. Бір сөзбен айтқанда ортақ игілік принципі сақталуы керек. Шайтан түртсе, алпыстағылардың ажырасуы да оңай. Мен одан кем емеспен өзімшілдіге бойды меңдесе, еңкейген жастағы шал мен кемпірде келесе алмадық боп кете барады. Бұдан өтер сөлекет жоқ. Ажырасу дерті ортаға енсе жас ерекшеліктер айдалада қалады. Бұндай жас кәрінің бәріне ортақ пайдалы ереже, сабыр түбі сары алтын.
Шаңырақты шайқалтпауға қажетті екінші қамал төркінмен байланысты. Төркіні жақынның төсеге жиналмасы екені рас. Басты пәле сол жақын жердегі барып келістен туындайды. Өзің де ақылдысың ғой. Күйеусіз де бер баланы асырау қиын емес деп бықсыған шаланы үздіксіз үрлейтін қайын ата мен қайын ененің кесірі талай отауға тиіп жатыр. Қыздардың ақылы жігіттерден кем емес екені рас. Әйтсе де оның жартыкеш күйінде ойлаңыз. Күйеу баласын қызынан төмен санайтын атана барып тұрған ақымақ. Өз еркіңмен оған тұрмысқа шығып, бала таптың да ажырастың делік. Ақылдылықтың белгісі осы ма? Отбасының беріктігі намыстан. Ажырастырмайтын үшінші басты себеп те осыда. Төртіншісі тектілік. Тексіздің ұлы мен қызы да опасыз келеді. Жаман жүрісті әйелі бүгінде талай жігітті зарлатуда. Соның себебінен ішкештікке салынып жатқандар қаншама. Ертедегі қазақтар ондай әйелді бәрден талақ еткен. Атқа теріс мінгізіп төркініне қайтарған. Қазіргі еркектерде ондай батылдық жоқ. Өзін өзі іштей жеп арақтан өшін алады. Өз үйінде жастайынан бұзылған ашық етектілерге бүгінгі ортада жол ашық. Қайдағы бір момын жігітке алдап тиіп, басын қатырады да өмірден ерте кетуіне себеп болады. Ондай жесірдің тапқан ұлы өскенде ынжық болып шығады. Қызы өзіне тартып ізін жалғастырады. Бұзық әйелдердің саны өстіп көбеюде. Оның артында тексіздік жатыр. Отбасының беріктігі үшін басты қажеті даналық. Тұтас елдің бүтіндігі де даналықпен ұсталады. Даналық дегенің 7 жасардан бастап 70-тегілерге дейін ортақ қажеттілік. Онсыз өмір мәнді емес. Жаңа заманның жастары қалай қарайды? Кеше сүйіп қосылған едік. Бүгін ұнатпай қалдым сөзі балалықтан емес, барып тұрған қадірсіздікті көрсетеді. Ажырасу надандық іс. Ата мен ененің қолында 36 жыл бірге тұрған кешегі елін, бүгінгі ене Баян Бейсенкеліннен жазып алған Шарафат Жылқыбаева.